Ұшақтар бір кездері қонақ үй сияқты болғанын білесіз бе? Бортта адамдар емін-еркін жүрген, ресторандағы сияқты тамақтың түр-түрі беріліп, әртістер өнер көрсеткен. Тіпті темекі шегуге де рұқсат етілген. Бұл Конкорд деп аталатын мына жолаушылар ұшағында жасалған жағдай. 2003 жылдың 26 қарашасында дыбыстан жылдам ұшатын бұл ұшақ соңғы рейсін орындады. 27 жылдық қызмет ішінде ол 3 миллионнан астам адамды тасымалдады. Әуе кемесінің жылдамдығы сағатына 2440 шақырым болған. Лондон мен Нью-Йорк арасындағы қашықтықты 3 сағат 20 минутта еңсеретін. Бұл кәдімгі ұшақтан 2 есе жылдам. Бару қайту билеті 10 мың доллардан асқан. Негізінен тек байлар мен шоу-бизнес жұлдыздары, саясаткерлер мінген. Осындай өте тез ұшатын ұшақтың іші нағыз рахат. Іші кең, жайлы орындықтар, қарама-қарсы қойылған үстелдер, ұйықтауға арналған төсек орын мен тіпті барлар болған. Тағам фарфорға салынып, үстел ақ матаға жайылып, күміс қасықпен ұсынылатын. Мәзірде тек ең қымбат тамақ пен ең таңдаулы ішімдік болатын. Конкордты Франция мен Ұлыбритания күш біріктіріп жасап шыққан. 1969 жылы алғаш әуеге көтерілді. Алғашында Конкорд Лондон мен Бахрейнге, Парижден Рио-де-Жанейроға ұшты. Бір жылдан соң ақш билігімен күрделі келіссөздерден кейін Вашингтон мен Нью-Йорк бағыттары ашылды. Азияға қатынауға КСРО рұқсат бермей қойды. 2000 жылғы 25 шілдеде француздық Конкорд апатқа ұшырағаннан кейін және 2001 жылғы 11 қыркүйектегі терактілерден соң әуе тасымалы күрт төмендеді. Сөйтіп 2003 жылдың 24 қазанында дыбыстан жылдам лайнер Нью-Йорктен Лондонға соңғы коммерциялық рейсін жасады. Ал 26 қарашада соңғы сапармен Бристолға ұшты. Осылайша әуеде сән-салтанатқа толы білгенін істеген аристократия дәуірі аяқталды. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағайтып береді. Парақшама жазылып, лайк басып қолдауыңызды өтінем.